Аманат партиясының Ұлытау облыстық филиалында партияның бақылау комиссиясының кезекті отырысы өтті. Күн тәртібіндегі негізгі мәселе жер аманаты комиссиясының жұмыстары жөнінде болды. Қазақстан әлем бойынша жер аумағы жағынан 9-шы орында орныққан мемлекет. Ал жайылымдық жер жөнінде алдыңғы бестікте. Құдайға шүкір, жер жетеді, бірақ көптеген ауылдық жерлердің айналасында мал жаятын жер жоқ деген мәселе бүгінге дейін көтеріліп келеді. Бұл әрине парадокс. Осы қайшылықты шешу мақсатында биыл жазда президенттің тікелей тапсырмасымен Аманат партиясының жанынан жер аманаты комиссиясы құрылған. Ұлытау облысы бойынша жер қатынастары бөлімі шақырылды. Жер ресурстары департаментінен, басқармаларынан, жергілікті атқарушы мекемелерден өкілдері шақырылды. Осы партиялық бақылау комиссиясының мүшелері және де жер аманаты комиссиясының мүшелері сұрақтар қойып, қазіргі таңда облыс бойынша атқарылып жатқан іс-шаралар бойынша біраз мағлұмат алды. Жер аманаты комиссиясы мүшелері алдағы уақытта осы жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, осы жер телімдерін қайтару бойынша жұмыстарды бірге атқаратын болады. Аталған комиссияның өңірдегі өкілдері де осы бағытта біршама іс-шараларды қолға алмақ. Партияның біздің аймақтағы филиалында құрылған облыстық комиссия құрамында әзірге 16 адам. Олардың қатарында жергілікті мәслихат депутаттары, аталған сала мамандары, қоғам белсенділері мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар. Ұлытау облысы бойынша заңсыз және игерусіз жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтару және оларды ауыл тұрғындарына қол жетімді ету осы комиссияның басты назарында болмақ. Мұқағали Сейітқазы, Мейіржан Мырзахмет, Дидар телеарнасы.